Жас маман ретінде алғаш жұмысқа тұрсаңыз, сіздің алдыңызда оқушы дәл осылай тақтаға шығып, өзінің ойын еркін жеткізіп, белсенділік танытатынына ешкім кепілдік бере алмайды. Сондықтан сізге алдағы уақытта ұсынатын 3 жұмысымыз сіздерге мықты септігін тигізетініне сенімдіміз. Ең әуелі кесте толтыру әдісі. Сіз сабаққа ең алғаш келген кезде осы дайын парақтың үлгісін оқушыларға таратып берсеңіз, немесе өзіңіз сұрап отырсаңыз болады. Оның ішінде аты жөні, туған жері, жанұясы, ермегі, достары және өміріндегі қызықты сәттерін жазатын болады. Сіз оны білу арқылы әрбір оқушының психологиясын, мінезін біліп, келесі сабақтарда әр оқушымен қандай байланыс жасау керектігін тереңірек танып біле аласыз. Бұл сіздің алдағы сабақтарыңыздың қызықты әрі оңай, әрі тиімді өтуіне арналған ең үлкен көмекші құрал болып есептеледі. Келесі мағынасы қандай ойыны. Сіз осы ойын арқылы оқушылардың логикасын дамытып, оның ми қыртыстарының біраз демалып қалуына үлесін тигізген боласыз. Бұл тапсырманы оқыған кезде қандай оқушының қаншалықты дәрежеде логикасы жақсы дамығаны, немесе тапсырмаларында баяу немесе тез қабылдайтындығын бағамдай аласыз. Мәселен, нан жемейді нансаңыз. Нан деген түбір бұл жерде біріншісінде тағам ретінде, екіншісінде басқа мағынада қолданылып тұрғанын көруге болады. Немесе теріс сіңіріп жемістер. Бұл жерде теріс сіңіріп пен жемістер арасындағы айырмашылықтың да үлкен екенін көреміз. Бұл ойынды сабақ кезінде оқушыларға лайфхак ретінде қолданып көрсеңіз болады. Оқушыларға міндетті түрде ұнайды, және сіз қай оқушының қаншалықты уақыт әрі тез, әрі жеңіл шешетіндігін бағамдай аласыз. Келесі бізде жетістік баспалдағы әдіс. Бұл әдіс арқылы сіз дайындап келген стикерлеріңіздің артына оқушыларыңыздың аты жөнін жазып, сабақ соңында кері байланыс ретінде тақтаға жабыстыруын өтінесіз. Әрине, тақтада сіз баспалдақтың суретін бейнелеп қойыңыз керек. Бұл жерде аздап түсіндім, түсінбедім, өте жақсы, жақсы түсіндім, немесе түсіндім, толық түсіндім, немесе жартылай түсіндім деген сияқты барлық сөздерді баспалдақтарға орналастырасыз, және стикерлерді оқушылар өздерін бағалау арқылы қойып қояды. Міне, алғаш жұмысқа келсеңіз, сіз оқушыларды тереңнен танып, олардың қызығушылықтарын өзіңізге деген сабағыңызды арттыра аласыз. Видеоны тіркеліп лайк басыңыз. Назарларыңызға рахмет.